Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай диадема жасап үйренетін боламыз. Өте оңай жасалуы. Бізге заттардан бар болғаны фетр, полубусины, метражная стразовая лента және страза капля қажет. Мына жерде мен өзімде қолымда болған моншақтармен әсемдедім. Өздеріңіз қалауыңызша басқа түспен жасай берулеріңізге болады. Бізге жұмыс үшін ең алдымен осындай фетр қажет. Фетрді 2 мм қатты қалыңдықта алсаңыздар болады. Менде бүгін қолымда 1 мм өте жұмсақ, сондықтан мен бұны ПВА клеймен қатыратын боламын. Сонымен қатар мынадай диадеманың шаблоны қажет. Енді дәл қазір осы шаблонды бастырып шығамыз. Шаблонды бастырған кезде біз жаңа міне былай бір бастырып шықтық мына жақпен бір жартысын. Одан кейін оны аударамыз да былай мына жаққа тағы бір бастырып шығамыз. Мен барлығын қиып болдым. Енді жаңа басында айтып кеткендей, бұл менде жұқа фетр болғандықтан мен бұны формасын келтіріп қатырамын. Ол үшін маған осындай ПВА клей қажет. Бұны кез келген строительный дүкендерден алсаңыздар да болады. Мебельный дүкендерде де сатылады. Осындай клей. Және астына міндетті түрде осылай менде мынандай нелер бар. Целлофан сияқты. Соларды салып қоямын осылай. Одан кейін бізге осыған мынадай поролон қажет. Поролон губка, кәдімгі ыдыс жуатын, не болмаса не алсаңыздар да болады. Кәдімгі кисточка алсаңыздар да болады. Басындағы щеткасы қалың болса болды. Клей жағы бастамас бұрын ішкі және сыртқы беттерін ажыратып алуымыз қажет. Қараңыздар, мынау менде сыртқы беті болады, ал мынау ішкі. Өйткені мен іш жағынан қарындашпен сызып белгіледім, Міне қарындашпен сызып белгілеген бетіне мен қазір клей жағатын боламын. Ал арты, яғни мына жағы таза. Бұл лицевая сторонасы болады, яғни осы жаққа мен тастарымды жабыстырамын. Қазір былай губкамызды бүктеп аламыз. Одан кейін сәл матырамын былай. Сәл матырамын да. Ортасынан бастап мына шетке, одан кейін мына ортасынан сол жақ шетке қарай осылай басып отырып клеймен барлық жеріне жағып шығамын. Ең бастысы мына клей сіздер қалай жақсаңыздар да маңызды емес. Ең бастысы бұл клей мына фетрімізға сіңуі керек. Көрініп жатыр деп ойлаймын. Қазір қараңыздар, мен жақыннан көрсетейін. Клей жаққан жерімді көрсетемін. Так, міне клейді жақтым. Мына жерін қарап тұрсаңыздар, клей жағылмаған жер көрініп тұр, клей жағылған жер көрініп тұр, Міне қыздар, біздің шаблонымыз дайын болды. Қарап отырсаңыздар, уже қатты ПВА клеймен қатырғаннан кейін осылай формасын жақсы сақтап тұрады, тоқылдамай. Енді осыған біз стразаларымызды, моншақтарымызды жабыстырамыз. Ең алдымен мен стразовый лентадан бастаймын. Мөлшері бойынша қиып аласыздар да. Стразовый лента, өзі метражный стразовый лента десеңіздер, фурнитура сататын дүкендерде сатады. Енді осыны қазір мына жерге жабыстыруымыз қажет. Оны кәдімгі мынандай горячий клей пистолет дейміз, яғни ыстық желім, сонымен жабыстыратын боламыз. Не болмаса специально клейлер болады. Бұрын мен жабыстыратығымын момент кристалл деген именно.
именно сол моменттің кәдімгі кристалл деген түрі, сонымен жапсырсаңыздар да болады, егер мынандай клей пистолеттеріңіз жоқ болса. Ақырындап клейді былай шетіне жағамыз. Бірден үлкен қып жағып тастамайсыздар. Біраздан жағасыздар. Енді осы жерге дәл шетімен параллельно, яғни міне мынау біздің фетр, мынау бетінде бізде страза, екеуін параллельно бітіп қоямыз да, сәл бетінен басамыз. Клейді көп жағып жүрмеңіздер, өйткені клей прям көзге көрініп тұрады да, одан кейін жаман болып, неаккуратно дейміз ғой, солай болып көрініп қалады диадемаларыңыз. Сондықтан клейді кішкентай жіңішке жолақтармен жағыңыздар. Ақырын қысып отырсаңыздар, өзі сәл ғана шығады осылай. Тура бетіне түсіреміз де, сәл басамыз. Осылай шығып келе жатыр. Қазір енді мына жақты істейміз. Осылай мен мына астыңғы шетін ғана жасайтын боламын. Осылай болып шығады. Міне қыздар, мен жабыстырып шықтым ортасын барлығын. Үлкен стразовый капля, кішкентай капля моншақтар және 3 полубусины жабыстырдым. Бұның барлығы жабыстырылған. Енді қараңыздар, бұны жабыстыру қиындық тудырады деп ойламаймын ешқандай. Кәдімгідей клейлеріңізді аласыздар да, өздеріңіз қалаған оформленияда, өздеріңіз қалаған тастардың түсімен осылай клейді жағып, былай қоя саласыздар. Бұның еш қиындығы жоқ. Тіккенге қарағанда әлде қайда жеңіл. Тігудің өйткені өзінің бір технологиясы бар. Моншақтар жалбырап тұрмайтындай. Ал жабыстырғанда өзіңізге қалаған жерге орналастырып жабыстыра бересіздер. Міне мен қазір осылай жабыстырып шықтым. Мына жақтың барлығына тастарды жабыстыратын боламын. Барлығы ақ түсте болады. Және үстіңгі жағына тағы да кішкене стразовый лента жабыстырамын. Диадемамыз осындай болып шықты. Жан жағының бары жабыстырылған тастармен. Арт жағына мен осылай лентамен байлап қойдым. Сіздер де лентамен байлап, не болмаса резинка тағып қойсаңыздар болады.